сұрақтар жинағында әдемі жауап беруге тырысамыз. Жақсы, олай болса, балалар, бізде бүгін кім жоқ сыныпта? Жақсы, Әминаны белгілеп алдық. Жақсы. Олай болса, балалар, біз бүгін кішкене сабағымыз бастамас бұрын психологиялық дайындық жасайық. Көңіл күйлеріңіз қалай, балалар? Жақсы. Олай болса, сабаққа дайындықтарың қалай? Ынталарымыз қалай? Көңіл күйіміз қалай? Олай болса, сәттілік, бүгін сабағымызды бастаймыз. Жақсы. Біз кеше үй тапсырма әдебиеттік оқудан үй тапсырмасы не болып еді? Асыл сөз, мәнерлеп оқу және төртінші тапсырма семантикалық картаны толтыру болған. Бәріміз дәптерімізді ашып қояйық, жақсылап орындадық па? Жақсы, олай болса, мен қазір үй тапсырмасын тексеріп өтейін. Бізде семантикалық карта берілген. Осы карта бойынша шумақтарды жазу керек болған. Балалар, бірінші шумақ немеден туралы екен? Оқыдық па барлығымыз? Армира, бірінші шумақты айта ғой. Кіші пейіл, ол бірінші шумақ. Ол бірінші шумақта кіші пейіл туралы айтылған. Жақсы. Екінші шумақта айнын айта ғой. Шумақта үлкен және сәлемдес. Жақсы. Үшінші шумақта не туралы айтылған екен? Расул айта ғой үшінші шумақта. Шумақта әдепті бол туралы. Әдепті бол. Төртінші шумақта Мансұр? Мейірімді бол дейді. Өте жақсы. Бесінші шумақта Айғаным? Тілалғыш туралы айтылған. Тілалу керек екенін. Жақсы, өте жақсы. Олай болса, барлығымыз оқып келдік деп ойлаймын. Кішкене мәнерлеп бірінші шумағын оқып кетуге болады. Мариям, оқи қойшы бірінші шумағын мәнерлеп. Бол деген асыл сөз санамда жасын кеңге жол берем. Алтын орап кісінің кесіп өтпей көлденен, іздер білмей кішінің сәлемдесіп бол берем. Атам енді аманда кіші пейіл бол деген. Жақсы, Раяна екінші шумағын оқып кетуге болады. Асыл сөзі санамда мақтан балты жөн көрем. Өзімдерін өзгеге санамаймын жоғары. Әуес болып жер сүргенен көргенім жоқ әлі. Өте жақсы. Үшінші шумақты Армира оқи ғой. Атам менің аманда әділетті бол деген. Асыл сөзі санамда жүрем әділ жолменен.